Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен уха дайындаудың өзіндік бір құпияларымен бөлісетін боламын. Келесі видеомды бірінші болып көру үшін каналыма жазылып қойыңыз. Алдымен қазанымызға салқын суымызды құйып, тазартылған балығымызды саламыз. Кейін сыртын жақсылап жуып, бір бас жуа салатын боламыз. Үстіне жарты қасық тұзымызды салып, отқа қоятын боламыз. Балығымыз бір қайнағаннан кейін оттың астын басып 30-40 минут аралығында пісіреміз. 40 минуттай уақыт өтті. Балығымызды ақырындап сеткімен түсіріп аламыз. Жуа бізге не үшін керек? Сорпаның дәмін ерекше береді және сорпамыз осындай сарғыш түске боялатын болады. Балығымызды түсіріп аламыз. Енді осы сорпамызды келесі бір қазанға сеткімен сүзіп құйып аламыз. Балықтың қайнағанда сүйектері, қылқандары кетіп қалмас үшін осылай міне қараңыздаршы қандай қалдық шықты. Кейін осы сорпамызға аздаған күрішімізді жуып саламыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне картофелімізді саламыз. Картофелімізді салып 10-15 минут аралығы пісіреміз. Пока біздің күрішіміз піскенше осы балығымызды қылқанынан жақсылап тазалаймыз. Қылқанынан тазартылған балықтарымызды осылай бөлек ыдысқа салып, кішкентай бөлшектерге бөлетін боламыз. Күріш пен картофеліміз пісуге 5 минут қалған кезде сорпамызға сладкий перец, чеснок, қара бұрыш, лавр жапырағы және розмарин қосатын боламыз. Жақсылап араластырып, 5 минут піскеннен кейін отымызды сөндіреміз. Отымызды сөндіргеннен кейін тазартылған балығымызды салып, жақсылап араластырып, әдемілеп ыдысқа құйып ұсынатын боламыз. Құрамы өте дәруменге толы, пайдалы, аптасына 1 рет жасауға кеңес беремін. Ас болсын. Описаниеге толық өлшемдерін жазып қалдырдым. Осы рецептпен жасап көрсеңіз, рахмет айтатын боласыз. Видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыз.